Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бауырдан блинер жасайтын боламыз. Ол үшін осылай ұсақтап туралған бауырды блендерге салып айналдыратын боламыз. Әбден айналдырып болғаннан кейін 2 жұмыртқаны салып айналдырамыз. Сосын 200 граммдай сүт құямыз. Сүтімізді құйып болғаннан кейін аз ғана тұз салып қайтадан айналдырамыз. Ұнымызды салып айналдырамыз. Мына жерде видеоға түспей қалыпты, негізі май қосқан болатынмын. Осылай орташа отта пісіреміз. Осы бауырдың блинінен торт жасауға болады. Оны келесі видеода шығаратын боламын. Маған подписация етіп, лайктарыңызды аямай басып қойсаңыздар болады.